Адамзат қауымның бойындағы адамшылық деп аталатын басты қасиетті сақтап тұратын басты құрал ол рухани тәрбие. Тарих қойнауына сырғып енген небір сүргінді зобалаң бақытсыздықтар осы рухани тәрбиенің бұзылып, жұмырбасты пенденің азғындауынан бастау алып жатыр. Көнеге көз жібермей-ақ бүгінгі ғылым білім қарыштаған 21 ғасырдың өзінде адамзат өз тарихында бұрын соңды көрмеген зұлматтарды басынан өткерді емес пе? Демек, таза ғылыми жетістіктер ғана адам баласын мұратына жеткізіп, бақытқа бөлемейді. Оған әбден көз жетті. Расында, адам адамшылық жолынан адасып барады. Бүгінде бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. Абайша суреттегенде: заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғаны. Ойшыл халқының мүшкіл хәлін ойлап, өткір сөзмен сол қауіптен құтылар сара жолды көрсетті. Яғни Абай рухани білімді әлем заңдылықтарының негізгі қайнар көзі ретінде ұсынды. Ендеше кемеңгерді кеңірек таныту, оның жүрегіне терең бойлау қазақ баласы үшін рухани тәрбиеге сусындаудың негізгі жолы. Әсіресе қазіргідей бағыт әлі бұлыңғыр тарихи кезең басталған шақта Абай салған жолмен жүру аса маңызды. Дүниенің дидары күн сайын өзгеріп барады. Кешегіден бүгінгі бәсеке күшті. Тиісінше өмір сүруде қиындап кетті. Не істейсің? Қой терісін жамылған бөрі боласың ба, әлде түлкіге ірімшігін ұрлатқан қарғаның күйін кешесің бе? Көкейде кептелген сауал көп. Есесіне жауап аз. Әрине, мүлдем жоқ деуге келмейді. Бар. Ол үшін өткеніңді ойлап, өзегіңді аршсаң жеткілікті. Қиындықтан шығар шешімді ата-баба жолынан табасың. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жариялап, елге айтқаны осыған саят. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай. Бірақ ұлттық кодыңды сақтаймын деп, бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық. Ұлттық сананы өзгерту үшін ең әуелі жеке адам санасы сілкінуі тиіс. Бұл заңдылық Абай ілімінің тұла бойында тұнып жатыр. Ойшыл қоғам тәрбиесі жеке тұлға тәрбиесінен басталатынын көрсетті. Өйткені адам түзелмей, заман түзелмейді деп жаңғырта айтып, тобырдың ішінде тұлға жүрмесе, мәннен айырылатынын меңзеп, не болады өңкей нөл деп налиды. Олай болса, қазақ қоғамының жаңа бет бұрыш жасар сәтінде кемеңгер ақынның жан дүниесіне тағы бір тереңірек өңіліп, даналықтың нәр бұлағынан сусындап көргеніміз дұрысырақ болар. Абай нені көксеп, нені мұрат? Арыстан сермеу, жүректен тербеу, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисының тауып, тағын жетіп қайырған. Тозғау тоқсан қызыл тел, сөйлейін десең өзіңді. Абай шығармашылығының ішінде ақынның бар арман мақсаты анық көрініс табатын көлемді туындысы «Сегіз аяқ өлеңі». Мұнда ақын екі үлкен мәселеге көңіл аударған. Әуелі адамшылық мәселесі. Содан соң осы адамшылық қасиеттерді аяққа таптап, рухани жүдеулікке ұшыраған өз қоғамының, халқының мүшкіл жағдайы. Абайдың кезінде хандық жүйені жойды Ресей. Бір жақты өз үкіммен. Бұл дұрыс емес еді. Екіншіден, Ресей патшалығы тағы да өздерінің указ шығарып, бүкіл қазақтың жерін Ресей патшалығының жері деп санап, қазақтар жерсіз қалды.
Сонда өзінің ата мекенінде жерсіз қалды қазақтар. Міне осы кезде Абай мұңы басталды, Абай трагедиясы басталды. Абай сонда осындай жағдайда, отаршылыққа түскен халықта қазақ не істеу керек? Қандай нәрседен бойын сақтау керек? Қандай нәрсе қарай ұмтылу керек дегенді Абай бәрін дұрыстап тұрып жазып кетті. Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен таптаурын болған қасан қағидаларды өзгертпейінше, біздің толыққанды жаңғыруымыз мүмкін емес деді елбасы. Бұл мақсаттың орындалуы үшін формуланы алыстан іздеудің қажеті жоқ. Абайды ашыңыз, бәрі тайға таңба басқандай жазулы. Адамзат шексіз, шетсіз, ұлан-ғайыр әлемнің кішкентай ғана бөлігін құраса, жан иесі түп иеге қайту жолында адам бірнеше белестерден өтеді. Бұл белестерді Абай ислам ғұламалары тәрізді 3 сатыға бөледі. Енді сол сатыларға жекелей тоқталсақ. Біріншісі ең төменгі саты. Бұл сатыдағылар өмірдің күнделікті қызығына ғана жүргендер. Олар нәпсілерінің толық ықпалында. Малдан басқа білері тіпті мал табуға қарекеті де жоқ. Адал еңбекпен шұғылданбайтын, ғылым білімге құлқыны жоқ, қайырымсыз, өтірік айтып, өсек аянды күйттейтін жандар. Оларды Абай өзінің 38-ші қара сөзінде жарым адам деп атайды. Білгенге жол боз, болсайшы қол боз, талаптың дәмен татуға, білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не о демес, бұ демес, менің де күнім емес. Қай заманда болмасын адамзаттың қасшауы надандық қой. 8 аяқ өлеңнің өн бойында ақын осы надандыққа қарсы ымырасыз майдан ашады. Абай ілімі бойынша адамның 3 болмысына сәйкес надандықтың да 3 деңгейін көруге болады. Біріншісі физикалық деңгейдегі надандық. Бұл надандық хат танымайтын сауатсыздықтан басталады. Ондай адамдардың санасы тән құмарлығынан аспайды. Қарабастың қамын ойлайды. Отбасы, туған туыс, дос-жаранның арасындағы моральдық, этикалық нормалар аяққа тапталады. Абай олар туралы тіліңді алмас көп наданнан түңілдім дейді. Екіншісі ақыл-ес деңгейіндегі надандық, яғни әлем заңдылығын білмеу. Мұндай адамдар табиғатпен өзара байланыста болғанның орнына өзін қоршаған сыртқы ортаға қарсы күреске шақырады. Жер бетінің экологиясының мүшкіл жағдайы да ең әуелі адамзаттың жан дүниесінің экологиясының құлдырауынан. Сөйтіп, фәни өмірдің ықпалымен адамзат табиғатты бүлдіреді. Бірақ сол адам табиғатпен бірге өз өмірінде бүлдіріп жатқанын білмейді шіркін. Абай оларды көзінен басқа ойы жоқ адамның надан әуресі деп суреттейді. Үшіншісі рухани надандық. Бұл деңгейде Алланың бір екені ұмытылып, дін саясат құралына айналады. Сөйтіп, діндер арасында қайшылықтар туып, ымырасыз күрес басталады. Діннің түпкі мәні ұмытылады. Бұл діннің атымен жаратушының өзіне қарсы әрекеттер жасауға дейін апарады. Кешегі кірес жорықтары мен бүгінгі террорлық актілер осының айқын дәлелі. Абай айтады, тым болмаса кеттің ғой мал бағалмай дейді. Өзіңнің байлығыңа, қазынаңа, аспаныңа, жеріңе, жер астындағы ырыздығыңа ие бол. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Қазақ халқы қазақ болып қалу үшін өзіне деген сенім, ақыл, қайрат керек. Енді осы өзінде ой жоқ күлкішіл кердең наданның бойынан адамгершілікке жат небір кесел мінездер тарап жатыр. Абайша айтсақ, надан адамның әдеті көп айтса көніп, жұрт айтса болу. Өйткені наданның өзіндік ой пікірі көзқарасы болмайды. Өткен тарихқа көз салса, адамзат санасында қасіретті із қалдырып кеткен қайғылы кезеңдерге куә боламыз. Ол тирандар билік құрған, деспотизм аса күшейген дәуірлер. Шексіз биліктің буына мастанған қатыгез тирандар халықты аяусыз азапқа салыпты. Осындай тирандар қайдан шығады? Ол
баяғы хакім Абай айтқан көп айтса көнгіш қоғамнан пайда болады. Абай қараңғылықпен күресті. Абай қазақты жақсы көрді. Абай қазақтың өзіне зияны тиетін мінездерін айтты Абай. Содан арылу керек екенін айтты. Ол бүкіл өлеңдерінде де айтылады, қара сөзінде де айтылады. Біз сондай өзіміздің жаман көлеңкелі тұстарымыздан арылып алмай, біздің ел болуымыз, оның ішінде қызғаншақтық, оның ішінде көре алмаушылық, оның ішінде жаңағы бір-бірімізді, бірлігімізді ұстамау, бірлік болмай, тірлік болмайтын туралы барлығы осы өлеңдердің ішінде айтылған. Абай қазақпен күрескен жоқ, біз оны дұрыс түсінуіміз керек. Әрине, Абай надандық туралы жазған кезде біреуді мұқату үшін емес, бұған әркімнің көзін ашу үшін жазады. Оларға жаны ашып, қапа болған ақын әрі қарай былай жалғастырады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам боласың, таласып босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасың. Өтірік шағым толды ғой, өкіндір уақытың болды ғой. Абай бар өнерін салып, сол надандарға жол көрсетеді. Бірақ олардың түзелер түрі жоқ. Жігерлен сілкін, қайраттан беркін деп насихат айтса да, соны тыңдаудың өзіне шыдамдары жетер емес. Айттың не, айтпадың не бір. Бұлай шыға бере баяғы ұятсыз арсыз салтына қайта көшеді. Абай өзінің 7-ші қара сөзінде мәселені тереңінен қарап, рухани жүдеулікке ұшыраған адам баласына бұлай деп сипат береді. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Сөз түзелді, тыңдаушым сенде түзелді дейді. Сөз түзелді дегені өзі сөзді түзеді Абай. Бірақ сол түзу сөзді енді тыңдайтын құлақ керек болды. Сол Абайдың сөзі өкінішке орай ол кезде аз тыңдалды. Одан кейін кеңес үкіметі кезінде басқаша тыңдалды Абайды, түсіну басқадай болды. Енді тәуелсіздік кезінде Абайды тыңдау қажет. Біз де кейде сол түзу сөзді тыңдамай жүрміз. Басқа сөз тыңдаймыз біз. Біз смартфондағы бір анау-мынау өтірік өсек әңгімелерге құмармыз. Сол смартфонымызда, біздің телефонымызда Абайдың өлеңдері тұру керек. Екінші, орта сатыдағылардың мақсаты өзін-өзі толық танып, адамдықтың шыңына жету. Өзін-өзі тану дегеніміз өзінің болмысын тану. Абай бұл сатыдағыларға әділеттілік, адамға адалдық, мейірімділік, қамқорлық, достық тәрізді гуманизм шарттарын молынан береді, және оларды адам деп атайды. Абай өз заманында, өз еліне ащы сын айтып қана қойған жоқ. Оның кемеңгерлігі сол, ол халқына тығырықтан шығар жол ұсынды. Ол сара жол қай жол десек, ол ақынның адамшылық жөнінде айтып кеткен даналы ойлары. Хакім қазақтың түбіне жетіп отырғаны, адамдық қасиеттен айырыла бастауынан екендігін айқын сезінеді. Сөйтіп, ақын бүтін халықты адамдыққа шақырады. Және адамдыққа жетудің жолын тайға таңба басқанда етіп, айтып та, жазып та кетеді. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз. Талап еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Өлең жолдарында ең ардақты мақсатың ғылымды меңгеру дей тұра, бес зиянды нәрседен аулақ болып, бес асыл қасиетті бойыңа дарытпасаң, ғылымнан да опа жоқ дегенде бірден ашып айтады. Адам деген атқа лайықты болуға үндейді. Өзіңді өзің толық танып, адамдықтың шыңына жетудің жолын көрсетеді. Президенттің мақаласы Абайды түсінуге көмектесетін болса терең. Абайдың тамаша ойлары мына президент мақаласының мәнін, соның тереңдігін көрсетеді. Мысалы, президент бүгін мәселе мынаған қойып отыр. Өмір қатты өзгеретін болып отыр. Ал енді бұл жағдайда бәсекеге лайық болу үшін, соғыс заманның қаһарманы болу үшін
әсіресе қазіргі жастар өмірге басқаша қарау керек. Абай бір кезде мысалы орыстың тілін білуді, ғылымды, білімді, оқуды шақырған уақытта қажеттіліктен туған нәрсе. Ол қазақ үшін қажет екен жұрттан бұрын түсінген. Сол сияқты қазір біздің президентіміз айтып отыратын болса, осының барлығы ертең біздің жігіттерге өте қажет. Өмір деген тар соқпақ, бірейген жақ елті бекі басын ұстаған хақ. Міне, Хакім Абай өмірдің сан қилы бұралаңдаған иірімдерінен құлап кетпей, тура шығуды әр адам дұрыс үйрену керек деген. Енді сол жас ұрпақ тәрбиесінде ата-ана тәрбиесімен қатар оқушының мектептегі алған білімі де аса маңызды болып отыр. Сондықтан білім беру жүйесін жүйелеуді де күн тәртібінен тысқары қалдырмаған жөн. Егер үйдегі де түздегі де тәрбие түзу болса, баланың адам деген атқа лайық болып өсуі әбден мүмкін. Осындай ұрпақтан құралған елдің болашағы баянды болары анық. Абайша айтқанда: ары бар, ақылы бар, мейірімі бар, махаббаты бар адамның бірін-бірі жеп, талап, қырып өсуі мүмкін емес. Бұрын өздеріңіз білесіз, қазақтар сол білімнің кереметтей керек екенін оншалықты ойлай қоймаған. Сол әкем бай болатын болса, мен де бай боламын дегендей. Ал енді Абай өркениетті елдердің барлығы алға кетіп қалды, алыс кетіп қалды. Ал енді сол өркениетті елдердің қатарына келу үшін тек қана өнер арқылы, тек қана білім арқылы, тек қана ақыл арқылы ғана соларға жетуге болады деген ойды айтты. Абай көрсеткен жетілудің үшінші сатысы рухани жетілу. Бұлардың мақсаты өздерінің санасын рухани деңгейге көтеріп, Абай көрсеткен өмірдің негізгі мақсатына төбеге қайту. Бұл сатыға өте сирек адамдар, Абайша айтқанда толық адамдар ғана көтеріле алады. Өлсем орным қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Толық адам, ол өзін-өзі танудың биік шыңына жетіп, өзін Алла тағаланың құлы деп танып, өмірін соған толық сәйкестеген адам. Ол үшін тәннен гөрі жан азығы артығырақ. Ал жан азығы дегеніміз рухани азық. Абай жан құмарын қандырудың жолын мына өлең жолдарында анық айтады. Мекен берген халық қылған олла мәкән, төп иесін көксемей бола мекен. Және де оған қайтпақсын, оны ойламай, өзге мақсат ақылға тола мекен. Абай төп иені сипаттай келіп, біздің оны көксеуіміз, оған талаптануымыз керек екенін айтып, оның себебін түсіндіріп. Себебі төп ие мекен берген халық қылған, яғни адам өміріне қажетінің барлығын берген жарылқаушы. Кеңес замандағы қылбырауды еске алыңызшы. Дін басты айналдыратын апиын ретінде, озықтық атаулыға бөгет ретінде, ескіліктің қалдығы кешегінің кесірі ретінде ұғындырылып, оның тәрбиелік тағылымдарынан, тазалықты талап етер шарттарынан ат-тонды алып қашуға үгіттеді. Сөйтіп жүріп, адам баласы өз құлқынның бұзылғанын, адал мен арамды айыра алмас кем ақыл, көн жүрек, көр соқыр бола бастағанын білмей қалды. Арна өлеңдерінің өзі жай ғана айтыла салмаған. Қыздарға, шәріпке, разаққа деген сияқты арна өлеңдері бар ғой. Олардың бір жана 4 жыл болса да, әрқайсысының үлкен өзінің мәні бар, тәрбиелік мәні бар. Анау қасында жүрген адамдардың мінін бетіне айту арқылы оларды түзейді, олар дұрыс жолға салады. Біздің қазір бір кемшілігіміз адамның мінін бетке айта алмаймыз. Данышпан өзінің кемелденуіне Құран кәрімді негіз еткен. Оны Мұхтар Әуезовтің мына пікірі нақтылай түседі. Абай анық діншіл ақын, діні исламият жолының қағидаларына табынған. Мұсылманшылдықтың Алласын, пайғамбарын, иманын үнемі ауызға алып отырған дін ұстазының ұғым нанымын көрсеткендей. Ойшылдың бізге қалдырған мұрасының ақиқаттығы мен өміршеңдігінің себебі міне осында. Абайдың бүкіл жан дүние аңсарының өзі осы адамның
рухының жаңғыруы, жан дүниесінің түлеуі және өзінің ұлтын, яғни қазақты жақсы күнге жеткізу. Ақыр соңында қорытынды шығарсақ, Абай нағыз адам болудың жолын атап көрсетті. Осы орайда Абайдың 38-ші қара сөзіндегі мына жолдарға назар аударайық. Адам баласы үш нәрседен, надандықтан, еріншектіктен, залымдықтан қор болады. Яғни нағыз кісі болудан қалады. Енді бұдан шынайы адам болу үшін өзінің малға достың мұңы жоқ малдан басқа атты өлеңінде адам бойында болуға тиісті үш асыл қасиетті атап көрсетеді. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Енді осы үш асыл қасиеттің өзіне ақын сын көзбен қарап, 17-ші қара сөзінде ақыл тарасына салады. Мәселені кең түрде қарастырсақ, бір замандары адамзат баласы күш қайратты пір тұтқан, найзаның ұшы білектің күшіне сүйенген ғасырлар бойғы тарихтағы шаңды жорықтарды еске алайықшы. Өзге емес, өз тарихымыздағы кешегі өткен жырауларымыз: Өлдіргісін етіп күріңді мінер мекенбіз, күдерден бау тағып кіреу көгейер мекенбіз, жағасы алтын жеңі жез, шығыр торғай көз ақсауыт күйер мекенбіз. Адамзат қанша жылдар бойына қайратты пір тұтты емес пе? Алайда күш қайраттың сыртында кейде зорлық зомбылықтың жатары сөзсіз. Демек тек қана күш қайратты әспеттеп, мақсатына жете алмайды екен адамзат. Ақырын жылжып, ақылға, өнер білімге сүйенген замандар келді. Бұл 19-20 ғасырлар. Бұдан былай құр күш қайрат ақылдың алдында дәрменсіз болып қалды. Арыстандай ақырған батырларды шейті мылтықпен атып алатын болды. Өнері, білімі өрлеген елдер озды. Нағыз ақыл, білім, ғылым дәуірі деп біз 20 ғасырда айтамыз. 20 ғасырда адам баласы ғылым игілігін көріп бақты. Бірақ оның зиян зардаптары да аз емес. Ғылым жетістіктеріне сүйеніп, түрлі қырып жоятын қаруларды ойлап тапқан адамзат өзара қанды майдандар бастады. Взрыв 12 августа 1953 года был испытан один из типов водородной бомбы. Аждахадай атом қаруының зардабын адамзат, оның ішінде қазақ халқы әлі де көріп келеді. Одан қала берді 60 миллион адамның өмірін қиған бір ғана екінші дүниежүзілік соғыстың өзі неге тұрады? Ақыл заманы да адам баласын бақытқа бастамады. Сонда адамды бақытқа бастайтын қай заман? Данышпан Абай қайрат пен ақылды жүрекке бағындырады. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Иә, жүректе Аллаға деген, адамға деген, ақиқатқа деген сүйіспеншілік жатады. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жолы деп әділетті. Жаңғыру түп тамырдан басталсын деді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Түп тамырдан басталғанда осы міне Абайдың хакімдігін. Соны жаңғыртсақ, соның сөзін тыңдасақ, иншалла біз байи бастаймыз. Басқа Европаның адамдары айта алмаған сөздерді Абай айтқан. Мысалы, пайғамбарсыз дәуір басталған кезде адамзаттың адаспауы үшін қандай ем керек? Сонда Абай айтады, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Адамзаттың бәрін бауыр деп сүйсең, ол соғыс болмайды, қырғын болмайды. Бейбітшілік болады. Сонда қазір бізге қажеті Абайдың осы сөзі ғой. Енді осы 90 тары ойлардан келіп мынандай заңды сауал туындайды. Абайдан бері бірталай заман өтті. Бүгінгі буын біз Абай армандаған адами қоғамды орната алдық па? Абай сынаған кеселді мінездерден арылдық па? Ақыл мен қайратты жүрекке бағындыра білдік пе? Осы сауалдарға жауап іздеуіміз мұң екен. Абай атамыздың бетті бастым, тұра қаштым жалмажан деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Абай замандағы қоғам дертінен арылмақ түгілі бұрын соңды болмаған жаңа дерттерді жалмап алдық. Нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік, көкек аналар, кәрісін қарттар үйіне сүйреген тас жүрек бала. Бұлар Абай көрмеген сұмдықтар. Енді біз біреулер бұдан мынадай ой түю мүмкін.
Одан бері қоғам дерті оңалмаса, адам мінезі түзелмесе, абайды оқудың нендей мәні бар? Негізі, жақсылық пен жамандық арасындағы өзара ымырасыз, бітіспес күрестің жүріп жатуы бұл фәни дүниенің бұлжымас заңындай ғой. Ал абай тәрізді жақсылықты, адамдықты ту еткен рухани ұстаздар болмаса, мына дүние не болмақ? Жақсылық пен жамандық арасындағы күресте тепе-теңдік бұзылып, яғни зұлымдық атаулы етек алып, ар, ұят, адамшылық деген ұғымдар дағдарысқа ұшырап, қоғам рухани жағынан азып тозып құрдымға кетпек. Енді абай сынды данышпандардың қоғамдағы орнын бағалайтын болсақ, оларды қоғамды тәубаға келтіруші хакімдер дер едік. Демек, абайды оқудың шексіз мәні бар деген сөз. Абайдың шығармашылығы күні бүгінге дейін 80-нің үстіне шет тілдеріне аударылды. Біз абайтану орталығын елдің жүрегі Астанада аша отырып, осы 80-ге жуық мемлекеттердің құрып кеткенде 40-қа жуығымен байланысқа шықсақ, олардың аударып жатқан абайлары қандай, біздің абайдың түпнұсқасы қандай, айтайын деген ойы не екенін дәлелдеп отырсақ, онда абайды біз басқа қырынан танушы едік. 2012 жылдан бері оқу ордаларында абайтану пәні оқытылып келеді. Бірақ республика бойынша ортақ оқулық әлі күнге жоқ. Әр ұстаз өз білгенімен оқытып жатыр. Міне, осындай түйткілді мәселелер өз шешімін күтуде. Елбасы рухани құндылықтарды құнттауға негізделген үлкен бастаманы бастап берді. Енді соны жүзеге асыруда жүйелі жұмыстар жасалса игі. Абайдың ілімі бүгінгі күнге ғана емес, болашаққа да, қазаққа ғана емес, күллі адамзатқа да қажет. Себебі ақын айтқандай, егер адаспай тура жол іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді.